Және одан кейін баланың төртінші пайдасы, перзент сүюдің, бұл егер Алла тағала балаңызға ұзақ ғұмыр жазбастан, ол балаңыз балиғат жасына жетпестен шетінеп кетіп жатса, қайтыс болып кетіп жатса, онда оның да сізге пайдасы бар. Егер сабыр етіп, сауабын Алла тағаладан күтетін болсаңыз, Аллаху субханаху ва тағала балаңызды қиямет күні сізге шапағат етеді. Яғни бұл да мұсылман адамның көңілін жұбататын нәрселердің бірі. Мысалы баласы шешініп кетеді, енді ауыр нәрсе, мысалы бала тәтті болады, кішкентай көз алдында ойнап жүрген балаң мысалы шетінеп кетіп жатса, қайтыс болып кетіп жатса, бұл адамның жүрегіне ауыр тиеді. Негізінде жалпы әкелердің балалардың көмгені негізгі өмірде солай болу керек қой. Бірақ кейде балашаға әкеден бұрын дүниеден өтіп жатады. Бұл әлбетте әкенің, ананың жүрегіне ауыр тиеді. Бірақ сіз сол кезде сабыр ететін болсаңыз, сауабын Алла тағаладан үміт ететін болсаңыз, Алла субханаху тағала сол балаларыңызды өзіңізге шапағатшы етеді. Имам Муслим рахимахулла келтірген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол шетінеп кеткен, кішкентай кезінде шетінеп кеткен бала жайында айтады: яғни жанындағы сахабаның киімін ұстап тұрып, қиямет күні баласы әкесінің киімінен осылай ұстап алады деді. Осылай ұстап алады. Яғни сол жерде әкем жәннатқа кірмей, жұмаққа кірмей, мен кірмеймін деп айтады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Ол жайында екінші бір хадисте келеді. Имам Насаи Абу Хурайра радиаллаху анхуден жеткізген хадисте былай делінеді: сол кішкентай балаларға, яғни кішкентай кезінде шетінеп кеткен балаларға айтылады: удхулул жанна, жұмаққа кіріңдер, жұмаққа кіріңдер деп айтылады. Неге? Өйткені олар, бізде бағанағы періште деп жатамыз ғой. Періште деген қай тұрғыдан? Бұл жерде, яғни олардың күнәсі жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үш түрлі адамға күнә жазылмайды деді. Бірі жынды адамға, екіншісі сәби, яғни әлі балиғат жасына жетпеген балаға күнә жазылмайды. Ол күнәсіз қайтыс болатын болса, немесе сол күнәсіз халінде періште секілді. Сол үшін де бізде бұлар періштелер ғой деп айтып жатады. Кейбіреулер: астағфирулла, ол қандай періште? Ол періште деген басқа болады, періште андай болады, періште еркек болмайды, періште қыз болмайды деп кейбіреулер соны проблема қылып жатады. Негізінде бұл жерде яғни ол тұрғыдан айтылып жатқан жоқ, оның періште емес екендігін, ол сіздің әйеліңіздің қарында 9 ай болып, содан дүниеге келгенін барлығы біледі. Ол қай тұрғыдан періште? Күнәсіз, кіршіксіз болу тұрғысынан. Сол халде дүниеден өтетін болса, ертең Алла субханаху тағала соларды сізге шапағат етеді. Сонда әлгі балалар айтады дейді: удхулул жанна, жұмаққа кіріңдер деген кезде, фаяқулун хатта ядхула абауна, жоқ, әкелеріміз кірмейінше біз кірмейміз деп айтады дейді. Фаюқал удхулул жанната антум ва абаукум, сендер де, әкелерің де жұмаққа кірсін деп айтылады дейді. Сендер де кіріңдер, және әкелерің де, аналарың да кірсін деп айтады дейді. Сол үшін де, яғни кімнің басына ондай бір қайғы түсіп жатса, Алла субханаху тағаладан сауабын үміт етіп, сабыр ету керек. Бұл да ол үшін хайырлы. Имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмахулла осы жайында тағы бір жақсы нәрсені айтады. Негізінде дейді, бұл мәселелерге ақирет көзімен қарайтын болсаң, көңіліңді жұбатады дейді. Көңіліңді жұбатады, көңіліңді тыныштандырады. Егер дейді, мысалы, сен бір жерге баруың керек. Мысалы, бір айдан кейін бір қалаға баруың керек. Балаң сенен алдын сол жаққа кетіп, сен сол жақта күтетін болса, сен ол үшін қатты қайғырмайсың ғой дейді. Мысалы, балаңды алдын ала жібердің, ертең сен де сол жерге барасың. Бұл мәселеде тура сондай сияқты. Яғни, ертең бәріміз Алла тағаланың алдына барамыз. Қауышатын жағымыз сол жақ. Бұл өмір уақытша өмір. Уақытша мекен болып есептеледі. Егер сол жағын адам есепке алатын болса, соны ойлайтын болса, онда көңілі жұбанады, көңілі тынышталады. Және иншалла ертең алдымнан шапағатшы болып шығады деп, осы нәрселерді адам көңілінде, жадында ұстауы керек.